20 тамызға арналған күнделікті нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта асықпаңыз, тек мұқият жоспарланған әрекеттер ғана табысқа жеткізеді. Эмоцияның ықпалымен айтылған немесе жасалған сөздер мен істер үшін кейін өкінуіңіз мүмкін. Бұл күні көптеген тоқалар үшін тәуелсіздік пен еркіндікке деген құштарлық ерекше күшейеді. Мұндай белгінің өкілдері кез келген көмектен бас тартып, тіпті жақсы кеңестерді қабылдағысы келмейді. Осы себептен олар қателік жасау қаупіне ұрынады. Әріптестермен келіспеушіліктер әдеттегіден жиі орын алуы мүмкін. Бұл эмоционалдық жағдайға әсер етіп, кейбір тоқаларға жұмысына назар аударуға кедергі келтіреді. Қарым-қатынастар жақын арада жақсарады, бірақ оған дейін бірнеше жағымсыз сәттерді бастан кешіруге тура келеді. Күннің екінші жартысында жеке өмірге қатысты оң өзгерістер айқынырақ байқалады. Егер сүйіктіңізбен ұзақ уақыттан бері бірге болсаңыз, оның түсіністігі мен қолдауы қуаныш пен шабыт көзіне айналады. Ал жаңа танысуға дайын тоқаларды жағымды кездесулер күтіп тұр. Торпақ күннің сәтті басталуын бұрын басталған істерді аяқтауға немесе ұзақ уақыт бойы мазалап жүрген мәселелерді шешуге пайдаланыңыз. Таңертең іскерлік келіссөздер болашақ әріптестермен және жұмыс берушілермен кездесулер үшін де тиімді болмақ. Кейбір торпақтар тиімді ұсыныстар алып, пайдалы келісімдерге келеді немесе жаңа табыс көзіне ие болады. Бұл уақыт жаңа жобаларға қатысуға да қолайлы. Сіз өзіңізді жақсы қырынан көрсете аласыз. Бұл сіздің қабілетіңізге күмәнмен қараған адамдар енді өздерінің қателескенін түсініп, қызықты ұсыныстар айтуы мүмкін. Күннің екінші жартысында күтпеген шығындар қажет болуы ықтимал. Сома аса көп болмаса да, үнемшіл торпақтар уайымдауы мүмкін. Жақындарыңызбен маңызды мәселелерді талқылауға, болашаққа жоспар құруға қолайлы уақыт. Сүйіктіңізбен бірге болашаққа қатысты шешім қабылдауыңыз да мүмкін. Егіздер күні өте қарбалас өтеді. Бұрын шешілмеген мәселелермен айналысып, басқалардың қателіктерін түзетіп, басқа біреулер бастаған істерді аяқтауға тура келеді. Мұның бәрі шаршатуы мүмкін және көңіл күйге кері әсер етеді. Кейбір егіздер қатты ашушаң болып кетіп, айналасындағы адамдармен тіл табысу қиын болады. Сезімтал адамдар тіпті жақындарымен де жанжалдасуы мүмкін. Алайда егер өзіңізді қолға алып, жақсы көңіл күйге бейімделсеңіз, келіспеушіліктерден аулақ боласыз. Сүйікті адамыңызды қуантуға да мүмкіндік туады, осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Қаржы жағынан сәтті күн, күтпеген табыс, материалдық көмек немесе құнды сыйлықтар болуы мүмкін. Тіпті жоспарланбаған болса да, сатып алулар сәтті болады. Бос уақытыңызды шығармашылық істерге арнаған жөн, бұл сізге қуат береді және көптеген нәрсеге жаңаша қарауға көмектеседі. Шаян. Маңызды істерге шоғырлану қиын болады. Егер жағдай мүмкіндік берсе, демалыс алып тынығып алыңыз. Егер бұл мүмкін болмаса, көмек сұрауға болатын адамды табыңыз. Өз міндеттеріңізбен бөлісу жағымды әсер қалдырады. Одақтас табу қиын болмайды, ал ортақ іс достық немесе романтикалық қатынастардың бастамасы болуы мүмкін. Саяхатқа шыққан шаяндар абай болғаны жөн. Егер алдын ала маршрутты жоспарламасаңыз және қажетті заттарды тексермесеңіз, сапар сәтсіз өтуі мүмкін. Мұқият болмасаңыз, бірдеңені ұмытып кетуіңіз немесе жоғалтып алуыңыз мүмкін. Үлкен сатып алулар жасамағаныңыз жөн, ал ұсақ түйек алулар сәтті болады. Қаржылай кіріс болуы мүмкін, бұл көп болмаса да, дәл керек кезде түседі. Жалғыз өткізген уақыт жан дүниеңізді тыныштандырып, күш-қуат жинауға көмектеседі. Арыстан жеке мәселелерді шешуге, жақындарыңызбен қарым-қатынасты реттеуге, бұрын бағалаған байланыстарды қалпына келтіруге туады. Бұл үшін күннің бірінші жартысы қолайлы, сіз басқаларды сөзсіз ақ түсінесіз. Сондай-ақ бұл уақыт сіздің жағыңызға тартқыңыз келген адамдармен сөйлесу үшін де жақсы. Іскерлік кездесулер де сәтті өтеді.
Сіздің тартымдылығыңыз бен сендіру қабілетіңіз бұрын ешкімді қолдамаған және тек өз мүддесін ойлаған адамдардың өзіне әсер етеді. Қаржылық мәселелер де сәтті шешілуі мүмкін. Күтпеген ақшалай табыс та жоқ емес. Күн жаңа, тіпті қиын жобаларды бастауға қолайлы. Қиындықтар сізді қорқытпайды, бастаған істі соңына дейін жеткізудің жолын табасыз. Бұрынғы тәжірибе көп арыстандарға көмектеседі. Соның арқасында сіз маңызды қателіктерге жол бермей, ештеңені ұмытпайсыз. Бикеш, бүгін өміріңіз күрт өзгермесе де, жағымды үрдістердің әсері айтарлықтай болады. Соңғы кездері мазалаған мәселелерді қалай шешуге болатыны айқындала түседі. Кейбір бикештер маңызды шешім қабылдауға немесе болашаққа жоспар құруға қажет ақпаратты алады. Жас бикештер осы күнгі оқиғалар арқылы алға жылжуға кедергі болған адасқан ойларынан арылып, ересек өкілдері бұрын жіберген қателіктерін түзете алады. Іскерлік және жеке қарым-қатынастарда жағымды өзгерістер болуы мүмкін. Бұрын ашылып сөйлеспеген адамдар енді жылы шырай танытып, сізбен ортақ тіл табуға дайын болады. Күн сапарлар үшін де қолайлы. Көңіл көтеру үшін жолға шыққан бикештер ерекше әсер алып, тосын сыйлар мен сыйлықтарға қарсы жыныс тарапынан ықыласқа ие болады. Алайда күннің екінші жартысында ақшаға қатысты сақ болған жөн. Бұл уақытта шашпалыққа бейім боласыз, сондықтан қажетсіз шығындар болуы мүмкін. Таразы, бұл күнді аса өнімді деп айту қиын. Бірақ сіз үшін жағымды боларақ. Ұсақ түйекке бола уайымдамайсыз, көңіл күйіңіз де жақсы болады. Мұндай көңіл күйіңіз айналаңыздағы адамдарға ұнайды, түрлі адамдар сізбен сөйлесуге ұмтылады. Күтпеген ұсыныстар мен шақырулар, ықылас белгілер мен жағымды тосын сыйлар болуы ықтимал. Жақындарыңызбен қарым-қатынас қуаныш сыйлайды. Қиын сұрақтарды талқылауға жақсы уақыт. Бұрын үлкен даулар тудырған тақырыптарды қозғауға болады, бұл жолы бәріне ұнайтын шешім табуға мүмкіндік туады. Күнделікті істер мен үйреншікті міндеттермен жақсы айналысасыз, ал жаңа әрі күрделі істерді кейінге қалдырған дұрыс. Оқушылар үшін ақпаратты меңгеру баяу жүруі мүмкін. Бірақ бұл күн шығармашылықпен айналысуға өте қолайлы. Ескі хоббиіңізге қайта оралу көптеген жағымды эмоциялар сыйлайды. Кейбір таразылар қаржылық мәселелерін шешуге мүмкіндік табады, табысты келісім шарттар жасалып, пайдалы инвестициялар жүзеге асады. Кенеттен жасалған сатып алулар үшін қолайлы күн емес, ал жоспарланған сатып алулар сәтті болады. Саршаян, бүгін өзіңізге уәде беріңіз, азғыруларға ермеймін деп, және бұл уәдені орындауға тырысыңыз. Ең маңызды мақсаттарыңызды еске алып, байыпты көзқарас сақтасаңыз, өрескел қателіктерден жауларыңыздың құрған тұзағынан аман боласыз. Бұл әсіресе жаңа салада оқып жүрген немесе жұмыс істеп жүрген саршаяндарға маңызды. Ондайларға ақпаратты мұқият талдау, маңызды мен елеусізді ажырату қажет. Ақшаға абай болыңыз, жоспарланбаған шығындардан бас тартқаныңыз жөн. Бүгінгі күні қаржылық түйсігіңіз әрдайым дұрыс бола бермейді, сондықтан ақша мәселелерін жалғыз шешуге тырыспаңыз. Жеке қарым-қатынастар тұрғысынан күн өте жақсы өтеді. Рухтас адамын іздеп жүрген саршаяндарға жұлдыздар ерекше қолдау көрсетеді. Бүгін тағдырлы таныстық болуы әбден мүмкін. Мерген ұсақ түйекке уақытыңызды жұмсамаңыз, бірден маңызды әрі назарды қажет ететін іспен айналысыңыз. Мұндай тапсырмалармен сіз бүгін өте жақсы шұғылданасыз. Сондай-ақ бұл күн өміріңізге өзгеріс әкелуі мүмкін адамдармен кездесуге өте қолайлы. Әрине, қобалжу мен алаңдаушылық болмай қоймайды, бірақ интуиция сізге дұрыс жол көрсетеді. Жаңа таныстарға жақсы әсер қалдырасыз. Олар сіздің өмірге құштарлығыңыз бен оптимизміңізге тәнті болады. Бұл күн достықта, романтикалық қарым-қатынастарда басталуы мүмкін. Бірақ мейірімділігіңізді пайдаланып кетуге тырысатын адамдардан сақ болыңыз, оларды шектен тыс өтініштері мен талаптарынан бірден тануға болады. Сапарға шыққан мергендер үшін күн өте сәтті өтеді. Жұмыс бабындағы ұзақ келіссөздер сәтті аяқталады. Нәтижесінде сіз үшін өте тиімді келісім шарттар жасалуы мүмкін. Қаржылық жағынан да жағымды өзгерістер күтіледі, ақша түсу ықтималдығы жоғары. Тәуешкі шабыт келген сәтте оны қолдан жібермеңіз, бойыңыздағы қуатты ең пайдалы бағытқа жұмсаңыз.
Бұл күн өте жемісті болуы мүмкін, ал кейбір тәуешкілер бұрыннан армандап жүрген нәрселеріне қол жеткізеді. Алайда мұның бәрі сіз дұрыс сәтті таңдап, уақытты тепке өткізбей, батыл әрекет етсеңіз ғана жүзеге асады. Сондықтан бүгін интуицияның ишараларына ерекше көңіл бөлу қажет. Бүгін өз идеяларыңызда тымсым көзбен қарамайсыз, оларды жүзеге асыру мүмкін бе, жоқ па дегенге де қатты алаңдамайсыз. Басқа біреу үшін мұндай көзқарас тым жеңілтек болар еді, бірақ сізге бұл тек пайда келеді. Әдетте өз күшіне сенімсіз тәуешкілер де бүгін өзіне сеніп табысқа жетеді. Айналаңыздағы адамдармен тіл табысу оңай болады, тек рухтас жандармен емес, бұрынғы қарсыластарыңызбен, тіпті сізге онша жақпағандармен де. Мүмкін сіздер арасындағы түсінбеушілік жай ғана өзара қате пікірден туғанын түсінесіздер, ал соны анықтағаннан кейін достық немесе романтикалық қатынастың басталуы әбден мүмкін. Су құйғыш бүгінгі күннің ең қызықты, жағымды және маңызды сәттері таңертең болады, сондықтан ерте тұруға тырысыңыз. Күннің бірінші жартысы өз бетіңізше әрекет етуге де, біреумен күш біріктіруге де қолайлы. Қайсысы көңіліңізге жақын, соны таңдаңыз. Маңызды әңгімелерді кейінге қалдырмаған жөн, бұған деген ниетіңіз болса да. Есіңізде болсын, тіпті ең күрделі тақырыптарды түске дейін конструктивті түрде талқылауға болады. Ал түстен кейін реніш пен өзара кінә тағу қаупі жоғары. Қаржылық шешімдерді де күннің бірінші жартысында қабылдаған дұрыс, бұл өз ақшаңызға да, несиеге қатысты мәселелерге де қатысты. Кешке қарай демалып күш жинауға деген қажеттілік арта түседі. Сондықтан салтанатты іс-шараларға қатысуды жоспарламаған дұрыс. Кешке қарай әсіресе әсерлі су құйғыштар өте сезімтал болып кетеді, тіпті жақын адамдармен қарым-қатынас жасау қиынға соғуы мүмкін. Балықтар таңертең біреумен сөзге келуге себеп табылып қалуы мүмкін, бірақ бұған бармаған дұрыс. Бейбіт көңіл күйге бейімделуге тырысыңыз, өзге адамдардың әлсіз тұстарына түсіністікпен қараңыз. Бұл қазірде, болашақта да көптеген қиындықтардан құтқарады. Қиын сұрақтарды конструктивті түрде талқылауға қолайлы уақыт, күннің ортасы. Бұл кезде сіз эмоцияны бақылауға алып, басты басымдықтарды анықтап, өз қалауыңызды жақсы түсінетін боласыз. Сонымен қатар, маңызды шешімдер қабылдау үшін қажет барлық ақпаратты жинай аласыз, ал бөтен кеңестер сізді жаңылыстыра алмайды. Күннің екінші жартысы жағымды тосын сыйлар әкеледі, соның ішінде қаржылықта. Бұрынғы берешек қайтарылуы, қайтарымсыз көмек ұсынылуы, немесе бұрын істелген жұмыс үшін ақша төленуі мүмкін. Жеке өмірге қатысты жағымды әсерде күн соңына қарай күшейеді. Егер сіз бұрыннан бастама көтергіңіз келіп жүрсе, мысалы, біреуді кездесуге шақырғыңыз келсе, немесе сезіміңізді білдіргіңіз келсе, бұл мүмкіндікті пайдаланыңыз.